Сәлем, сіздердің бірге мен Жақсыбай. Және де достар, бүгін сіздерді өте қызықты видео күтіп тұр. Неге қызықты? Өйткені бұл видеоны өздеріңіз сұрап жатырсыздар. Менің оқырмандарым біледі, сообщество арқылы мен салғанмын кеше ғана. То, что мен камера сатып алдым деп, енді алдағы уақыттағы видеолардың бәрі качество картинки, бәрі качественно болады. Және де осының алдында сіздер всегда жалобы түсірдіңіздер, Жақсыбай, сенің дауысың өте нашар шығады, четкий емес деп. Енді осының бәрі исправленный болады. Ал енді кім білмейді, кім бірінші рет келіп тұр менің каналыма, менің видеоларымды жалпы бірінші рет көріп тұрған адамдарға айтатыным қандай камера екенін. Мен деген өзіме GoPro 8 деген камера сатып алдым. Қазір сіздердің бірге ашатын боламын, және де түсіретін боламын. Қазір түсіріп жатқан, не то что қазір осының алдындағы бүкіл түсірілген видеолар, және де қазіргі түсіріп жатқан видеода ол телефоным менің iPhone XS Max деген телефон. И то ол телефонның основной камерасын емес, чисто алдыңғы камерасымен түсіремін. Міне қараңдар. Чисто осылайынан түсіріп жүрдім. Неге алдыңғы камера? Өйткені сенің алдыңғы камерада өз-өзін көріп тұрасың, кішкене коммуникация ретінде оңай болады. Бұл GoPro 8 дегенде тоже 8, бірақ бұл полный комплектация түрі. Міне көріп тұрсың ба? Special bundle деп жазылып тұр. Special bundle деген сөз, бұған дополнительно міне қараңдар. Мынандай басқа киетін беріледі, осы басқа киесін сөз, және де штатив беріледі, флешка беріледі, 32 гигабайтқа 4К-ға арналған әдейі флешка. Анауның флешкалар салсам, мынаның ішіне флешка жанып кетеді, камераларда басамын, оны чисто кімде камералар бар, солар біледі. Және де дополнительно бір батарейка береді. Болды. Ал бұлай негізі бағасы 200 мың теңге тұрады. Полный комплектациямен алатын болсам 250 мыңға шықты. Тоже комментарийға жазған кеше запистің астына бағасы қанша тұрады деп. Сізге де біреулерге мүмкін қызық болар деп айтып жатқаным. Жалпы бүгін қандай тесттер істейміз? Короче, бүгін біз дауысын тексеретін боламыз, камераны қосамыз, соответственно, камераны тексеретін боламыз. Сосын көбісі мүмкін сұрайтын шығар, Жақсыбай, неге Sony алмадың? Sony күшті ғой деп. Sony'дің шыққанына қателеспесем 5-6 жыл болды уже. Ана RTR X3000, IS300 дейтін камералар, олар арзан тұрады. Мысалы, мен деген соны алалар едім. Неге мынаны алдым? Өйткені бұл камера 2020 жылы ма, 2019-да ма, бір жылдай болып қалды шыққаны, новый камера біріншіден. Екіншіден бұл камераның Sony'дан айырмашылығы, бұда стабилизация өте керемет, номер 1 в мире ол саналады қазір, дүниежүзі бойынша міне 2 деп тұр ғой, номер 1 в мире. Стабилизация кім не екенін білмейді. Например, мен қазір жүремін ғой, мен жүгірген кезде мен камера дірілдейді, осылай көрсеңдер ма? Бұл камерада вообще абсолютно никак дірілдемейді. Оны қазір бірге тексеретін боламыз. Мен қазір жүгіріп даже андай секірсем де, короче, білмейді, короче. Сосын бұл камераның плюсы тағы да ол судан қорықпайды, суға бата береді бұл камера деген. Сосын, например, сен Sony'ға аквабокс кигізу керексің сыртынан қаптап. Ал бұл камераға дымда кигізіп қажет жоқ. Сосын бұл камераның тағы бір жақсы өзінің экраны бар, міне көріп тұрсыздар. Сондай плюс бар, міне даже көріп тұрсың, суға салып су болып тұр мысалы. Суға батсаға дым болмайды. Және де бұның несі 4К-ны 60 кадр секундпен түсіреді. Дауыспен түсінеді, GoPro қосылы, GoPro суын, GoPro видео түсірді, бәрін айтып болады, короче, бұған. Және де енді качествосын тексереміз. Міне қазір сіздерге қызық көрсетейін. Мынау қазір менің телефонның качествосы да. Енді GoPro-ның качествосын қараңдар. Қалай качество мықты ма? Комментария жазып жүрсіз, мына качество дерзкий болса. Қараңдар. Айнадан көрсетейін қандай камера екен. Міне дейсің ғой. Достар, не ғой, короче. Мен, короче, бірінші распаковканы көрсетейін сіздерге. Ертең потом айтып жүресіңдер, неге көрсетпедіңдер, ішінде не болды, мүмкін тоже қызық болатын шығар, короче. Міне, в общем. Міне GoPro-ның өзі. Міне аштым, короче. Қазір ішіне шығарам. Міне GoPro, в общем, міне алып жатырмын. Осылай болады екен. Мынау уже керек емес походу. Так, ішінде не бар көрсетіп жіберейін. Міне камера осылайынан тұрады. Және де артқы наклейкасы. Так, ішінде не бар екенін қарайық. Так, мынау наклейкасы. Мен шынды айтсам түсінбеймін, мынандай наклейкалар неге береді осыны? Қай жерге жабыстырасың сен оны? Короче, наклейка, ішінде жаңағы қалай қолданатын инструкциялары. Так, дальше бізде кабелі зарядтайтын. Кабель бізде Type-C. Кәдімгі Type-C кабель. Так, сосын комплектінде бір батарейка. Екінші батарейка.
батарейкасы бар. Так, және де мынау басқа киетіні. Менде старый GoPro-ның міне басқа киетіні бар, пока осыны қолданатын шығармын. Мынау болып тұра берсін. Менде кезінде 5-й GoPro болды, оны сатып жібердім. Ол маған ұнаған жоқ бұл GoPro. Білмеймін, енді мына GoPro жақсы шығар деп ойлаймын. Так, және де флешка бар, жаңа 32 гигабайтқа, и міне штатив. Штатив өте керемет. Сосын мақтады ғой штативті. Короче, бұл деген еще былайынан ашылады. Осылайынан ашылады, и өз-өзін осылай сұра аласың, короче. Және де былайынан істелініп тұрған штатив сияқты қолданады. В принципе, болды, комплектациясы осы. Так, енді GoPro-ны өзін алып шығайық. Мынандай бар тағы да, мынау деген ана көріндер ма, специальный каска бар емес па? Каскаға жабыстырып қоясың, наклейка, короче, одноразовый, бір рет қоясың. И мықты қатты тұрады дейді, короче. Клей жақсы айтады, короче. GoPro-ны шығарар кезде мына жерде резинкасы бар, резинкасы міне көтереміз. Сендер көріп тұрған шығар деп ойлаймын. И просто былайынан көтереміз де осыны тартып шығарамыз. Так, наклейкасын алып тастаймыз. Бұрынғы GoPro-лар тоже осындай болған міне да размері, бірақ алдында микрофоны болған жоқ міне. Міне қазір алдында микрофоны бар, жанында микрофоны бар. Ну, бірнеше микрофоны бар қазір уже. Және де қазір қараңдар міне. Бұрында мынандай бұндай нелерді қолдану үшін жаңа штатив, селфи палка деймін, білмеймін аты қалай екенін. Осыны қолдану үшін мына сыртына бокс кигізу керек болған. Бокс. И бокстың сосын өзіне орайсың. Қазір деген қараңдар міне. Мынандай бар астында. Осындай ушкалар бар екеу. Оңай оны ашу да оп-оңай. Тырнақ бұндасы қажет жоқ. Міне осы ашасың. Және де міне мынаған орап көрсетейін. Так, міне осылайынан салынады. О, рахмет. Ты фри будешь кушать, да? Да. Хорошо, приятного аппетита. Балам донер алып көтіп тамақ жейді. Так, тамақты потом жейміз, ладно. Кім донер жақсы көреді? Міне Ақсайдың донері, мен қалам донерлары осындай. Донерға обзор істеп кеткен дейсің ғой. Лайк басып жібердің, кім донер жақсы көреді. Короче, міне осылайынан саласыңдар, в общем. Мынаны сосын бүйтіп. Міне осылайынан закрепляем. Вот, в принципе, осындай, короче, штативчик болып шығарды міне. Өте ыңғайлы. Сосын GoPro-ның жаңағы басқа камералардан айырмашылығы Samsung-тан мысалы да. Samsung-та сенде тек қана анда широкоэкранный дейтін бар. Түсіретін. Бір не таңдай аласың, бір режим широкоэкранный. Ал бұда сендегін как обычный профессиональный цифровой сияқты түсіре аласың, анда жандары бүйтіп майыспағанда, короче, углубление жоқ. Мына кәдімгі обычный не қылып түсіре аласың, және де углубленный қылып широкоэкранный қылып түсіре аласың. Так, енді қосамыз. Жаңа ашатынын былай ашасың. Короче, осылайынан ашылады да. Осылайынан ашылады. Сосын мынау деген спокойно алынады деп айтты, міне, көрдіңдер ме? Алынады, және де спокойно қайта салынады. Так, енді батарейканы саламыз. Так, флешканы салды. Және де міне мынаны кигізіп қоямыз. Бұл да оңай кигізіледі жалпы. Так, міне жаптық. Міне біздің GoPro дайын, в принципе. Так, міне GoPro қосылды. Алдынан көріп тұрасың, например, мен запись басып жүрейін. Все, запись бастым ғой, допустим, да? Міне жүріп аты көрді ма, видео сен бір ыңғайлысы. Батарейкасын, потом мына сол жақта тұрған ол деген флеш-карта қанша уақыт түсіретін бар. 4К мен қазір 1 сағат түсіріп алып тұрмын, 32 гигабайт. 96% батарейкасы бар. Так, енді давайте GoPro-ның качествосын тексеретін боламыз. Сразу может мен қазір далаға шығатын шығармын, даладан шығып тексеретін шығармын. Давайте енді қараңыздар, наконец-то. И достар, көбің сендер сұрайсыңдар, Жақсыбай, сен ақшаны қайдан алып жатсыңдар деп. Өздерің білетіндегідей мен один ойын біздің партнерыммен бірге ақша істеп жатырмын. Бәрі өте оңай, регистрация, бәрі бір кликке істелінеді, документ бұндасы қажет жоқ. Ақшаны саласың, менің промокодым жазсам, 1000 теңге салсаң, үстіне тағы 2 теңге қосып береді. Регистрация, промокод бәрі ссылка описаниеда тұр, соған өтіп кетіп ақшаны бәрі істей аласыңдар. Егер сен дым разбираться етпейтін болсаң, бұл спортивный событиялармен кел толығырақ көрсетіп кетейін. Мынау менің, короче, өзімнің сайтым. Міне счетта 42,5 рубль бар. Мен осының алдында кім мені бақылап жүр, солар білет, мен тіккендердің бәрі шығып жатыр. Ту-ту-ту. Міне қалай тігетін көрсетсем, міне линия деген бар, линияны басамыз. Және де міне футбол, мұнда бәрі бар. Қазір английский премьер-лига болып жатыр. Мен деген Тоттенхэм Эвертонның Тоттенхэм победасына тігем. Қанша тігем десеңіздер, 20
20 мың рубль тігем, ұтсам 38 мың 600 рубль шығатын болады. Не тігілді, өте оп-оңай, шықса да шешу оп-оңай. Тағы да айтып кетем, закрепленный комментарийда менің промокодым бар, саған 200% бонус беретін. Және де регистрация бар, сол регистрациямен өтте бонус алып қой, давай сәттілік. И вот качество. Мал, короче, GoPro-ның качествосы өздерін байқап қарандар, қалай болып тұр. Короче, қазір стабилизация бәрі қосылып тұр на максималках. Қазір менде жүгіргеннің өзінде де камера былай бұлқылдамайды. Сосын сендерге слоумо дегенді көрсетем. Не екені вообще слоумоны замедленный ғой. Мына камерада бір өзінің слоумоның фишкалары бар. Және де міне күнге қарсы қалай түсіретінді қараңдар. Міне артында күн тұр. Именно сендерге түсіп тұр қазір күн. Так, міне күн сендерге түсіп тұр. Міне енді күнге қарама қарсы осылай жазылады в общем. Так, осындай качество. Так, енді давайте мен сендерге осы камераның стабилизациясын көрсетейін, қандай екенін. Так. Жүгіріп көрсететін шығармын. Так, міне екі камераны да қостым. Специально қазір iPhone-ды да қосатын болам, міне. Міне жақта iPhone, міне бірін-бірін көріп тұрсыңдар ғой да. Короче, осы бір жағында iPhone, бір жағында енді жүгірген кезде качественно қараңдар, міне. На вытянутой руке өздерін көріп тұрсыңдар, қараңдар. Жүгіріп қоятыр спокойно. iPhone по-любому қазір дірілдеу керек, а GoPro-ныкі онда қатты дірілдемеу керек қазір. Міне жүгіргенде осылай. Кетсі дегенді. Міне. В общем, осылай. Дауысын өздерінде байқап қарай аласыңдар. Қалай енді комментария жазып кет. Стабилизацияны сезіп тұрсыңдар ма, өздеріңге сезбейсіңдер ма вообще. Так, енді мен iPhone-да ажырата беретін шығармын. Чисто GoPro-ға түсіретін болам. Қазір деген сосын андай күн батып кетті да, кеш батып жатыр қазір. Күн жай түсіп тұр. Егер күн жарық болса, качествосы одан да күшті болады міне. Бірақ осының өзінде де качествосы жаман емес деп ойлаймын. Тағы да жүгіріп көрсетейін, давайте. Міне жүгіріп жатырмын, өздерін байқап көре аласыңдар. Стабилизация конкретно ол керек не болса да. Бұл мысалы GoPro-да Sony-ден айырмашылығы 3 несі бар. 3 линза деп айтуға болады. 3 түрі бар түсіретін. Ол біреуі жаңа мен iPhone сияқты түсіреді, ана жандары майыспаған. Екіншісі осы версия, үшіншісі вообще ширик қатты. Давайте енді қазір менің қолым деген почти уже вытянутый. Сендер бірінші давайте линейный көрсетейін қазір. Линейный деген мынандай қараңдар. Міне линейный деген осы, кәдімгі iPhone сияқты жандарды майыспаған, өздерін көріп тұрсыңдар ғой да. Міне осылай түседі. Осы мен более андай профессиональный камера сияқты түсіруге болады. Линейный түрмен жаңағы ширик деген осының алдындағы версия. Давайте ширик тағы да көрсетейін. Салсақ қараңдар, міне да, жандарын бәрін қараңдар міне. Так, енді ширикті қоям. Бұл бізде ширик. Міне ширик деген осылай, жаңа осының алдында түсірдім ғой. Бірде расстоянда ұстап тұрмын, в принципе. Жаңа осының алдында қандай расстоянда ұстадым. Міне осылай ұстап тұрмын ғой қолымда, міне, примерно. Даже былай қатты созып тұрған жоқ. Міне қатты созсам былай болады. Ну, обычный ұстап тұр міне. Енді қатты широкийді қараңдар. Ал бұл бізде қатты широкий, оны да бетіме тақап тұр міне қараңдар. Тақап тұрсам да сөйтіп тұрады бәрі. Но бізде қатты широкий. Но ең нормальный, мне кажется, өзіме андай не сияқты. Линейный да жақсы негізі, кәдімгі цифровик сияқты. Мен бірақ ширикпен қолданатын болам. Потому что тек қана бетім сөйтіп тұрмасын, жаңа линеймен түсірсем. Ширик сөйтіп тұрған жақсы деп ойлаймын. Екіншісін қоятын болам. Так, достар, в общем, сендерге жүгіртіп көрсеттім. Дауысын өздерін көрдіңдер. Күнге қарсы қалай түсіретінін көрдіңдер. 3 линзасы бар дедім, соны көрсеттім. Енді давайте қазір менің мектебімде ремонт болып жатыр. Мектепті айналдырып, полностью өлеңмен көрсетіп шығайын. Мұнда деген мектепті көрсетіп тұрған жоқ. Просто таймлапстың қалай түсіретін және де жаңа фишкасы бар ғой. Таймлапс деген ол деген тездетіп жүретін ғой, короче. И жаңағы фишкасы қандай бір кнопканы басып қаласың экранға. Сосын жайлап көрсетеді қазір бүйтіп. Сосын қай жалғастырады, короче. Ну, оны сөзбен түсіндіре алмаймын, қазір өзім көрсететін боламын. Давайте қазір мен мына беговой дорожканы полностью айналып шығайын. Осыны көрсетемін сендерге таймлапспен. Сосын мына бір мектепті көрсететін боламын таймлапспен. Кеттік, қараңдар.
жерге мені ұрсақ терге жабысып бір-бірімізге жабық терлеп жабық терлеп жабық терлеп мүмкін емес сезу GoPro'ның басқа тағатын бар ғой? Иә. Соны ал да, короче, баронға басына байлап қойын. Маны ма? Иә. Баронға басына байлап қойын. Бір күндік өмірің өтсін. Че, достар, не ойлайсыңдар? Короче, сағыныш айтып, жаңағы мына бір ремень бар емес пе? Басқа тағатын. Соны, короче, баронның басына ма, бір беліне ма байлап қойып, и камераны қосып қоямыз. И чисто баронның бір күндік өмірін көресіңдер, короче. Мынаны как раз стабилизация жақсы ғой, камера дірілдемейді. И жүргенде плавно жүреді де кәдімгідей. Егер де сол видеоны көргің келетін болса, баронның бір күнін. Короче, еще, Саш, бір итпен кездестіру керек оны, да? И итпен кездесіп, и как раз... Короче, итпен кездестіреміз, итпен может қырқып қалады, соны сендер көретін боласыңдар. Егер сол... Қой, GoPro дегенді болмайды ғой. Аккуратно беліне қойып қоясың ғой үстіне. Егер сол идея ұнаса, короче, комментарий жазып, лайк басып кет обязательно. Мен барлық комментарийларды оқимын. Кезінде комментарий көп болғанда оқымайтын едім, қазір актив құлақ болғасын, бүкіл комментарий оқитын болғанмын, короче. Мына аудио қалай? Ескі? Старый болып қалды ма? Көшеде камерамен жүрген ятпай, Былай ятпай жүрген. Неге? Құттарын бәрі қарайды дейді, просто. Анау андағы. Блогерден бәрі осы көшеде жүреді. Соны айтам, бля, блогер деп ойлайды дегенім ғой. Олай ойлайын. Мына блогерлар базарлық. Че, ютубта қанша жинал? Подписчик тұрып қалды. Мани? $200 сейчас монетизация. Кстати, потом мына ютубта монетизация дейтін бар ғой, менде қосылғанына бір айдан асып кетті уже. Кімге қызық, вдруг сол информация уже $197, короче, жиналған. Сөйтіп $1000 жетсесің? Сөйтіп $1000 жетсесің, жайлап 2. Мен, короче, $5000 болғанда шешемде өз-өзім сөз жоқ қойдым, короче. Шешпей ақ қойын, а? $200 деген почти 80 мың теңге ғой. Почти емес, 80 мың көп уже даже. 80 мың ғой? Короче, $5000 болғанда шешем. 80 ба сондай ғой? Мынау менің бұрынғы үйім, мына бір үй, бұрынғы үйім. Сояққа қайтып көшіп барамыз скоро. Камераны көрдің бе? Рахмет. Так, жігіттер, достар. Міне артта менің 2 телехранителім жатыр, короче. Осылай мені охраняттайды, достар. Целый день, короче. Зарплаталар қанша екенін білесіңдер ма? Ютубта просто отметка ғой, отметка. Так, давай біреуін алға шығып кетіңдер, давай. Осылай біреу алда жүреді, біреу артта жүреді, короче. Осындай охранниктерім бар менің. Мен слишком популярный блогермін ғой, просто опасно бар ғой мына жерде. Біреу ұрып кетуі мүмкін. Қыздар теуіп кетуі мүмкін.